Сәлем достар, өте дәмді алма бәлішін дайындаймыз. Ең алдымен мұздай майға ұнды қосып, осылай крошка жасаймыз. Одан кейін қантты қосып, немесе қант ұнтағын қоссаңыз болады. Жұмыртқаны қосып, соңында мұздай суды қосып, қамырды жай шар қылып жинаймыз. Көп илеудің қажеті жоқ, себебі бәлішіңіз піскен кезде өте қатты болып пісетін болады, сондықтан кеңес бермеймін. Қышқыл алманы кубик қып турап, оған қант, жүгері крахмалы, одан кейін даршын, яғни корица қосасыз. Даршын жаңағы бәлішке сондай бір өте керемет ерекше дәм беретін болады. Міндетті түрде қосыңыздар. Қамырды екіге осылай бөліп, екінші бөлігін алма бәлішін үстін безендіруге алып қоямыз. Астыңғы бөлігін біркелкі етіп жайып, формамызға осы пергамент қағаздың көмегімен орналастырамыз. Осы пергамент қағазымен орналастырсаңыз өте ыңғайлы болады. Одан кейін бортиктарын жасап, жаңағы артық қамырды оқтаудың көмегімен немесе пышақтың көмегімен дәл осылай алып тастасаңыз болады. Шанышқымен осылай тесіп өтесіз. Одан кейін алмамызды біркелкі етіп орналастырамыз. Кейін үстін безендіруге көшеміз. Екінші бөліктегі қамырды жайып, осылай үлкен сызық қып кесіп аламыз. Яғни мен жаңағы қамырдың үстін жай торша қылып жасағым келді. Үстін осылай жабыстырып шығамыз үстіне. 180 градус қызып тұрған пеште бәлішіміз қызарғанға дейін пісіреміз. Бәлішіміз дайын болды. Формадан 10 минуттан кейін алуға кеңес беремін. Бәлішіміз өте дәмді, жұмсақ, сондай бір жаңағы корица дейді ғой, даршынның арқасында дәмі деген өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт пайдалы болса, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.